Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханға арналған ерекше салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен теркадан өткізілген картопымызды ыдысқа салып, үстіне жұмыртқамызды да теркадан өткізіп салатын боламыз. Енді оның үстінен етімізді немесе тауықтың етін осылай ұсақтап турап қосып, дәміне қарай тұзын, майонезін қосып, барлығын бір жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін қолымызға бір қасықтан салып дөңгелек пішінге келтіретін боламыз. Алдын ала үккіштен өткізілген қызылшамызды осы бөлек ыдысымызға салып, үстіне дәміне қарай тұзын, майонезін қосып жақсылап бір араластырып аламыз. Өз қалауыңыз бойынша майонез қоспасаңыз да болады. Барлығын жақсылап бір келкетіп араластырып болғаннан кейін салафанның көмегімен жаңағы қызылшамызды жаймалап шығатын боламыз. Барлығы видеода толық түсіндірілген, міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі жаңа жылдық дастарханыңызға сән беріп тұрады. Жаңағы домалақ формамызды осы қызылшаның үстіне қойып, шет-шетінің барлығын осылай жауып шығатын боламыз. Қыздар, менің каналымда күн сайын шығып отыратын жаңа рецептерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Міне біздің салатымыз дайын, енді оны жұмыртқаға осылай аунатып шығатын боламыз. Салатымыз дайын, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая.